Мына керемет әуе аңшысы лашын. Лашын әлемдегі ең жылдам жануарлардың бірі. Ол жасын аулау кезінде олардың шүйлігу жылдамдығы сағатына 200 километрден асады. Жер бетінде лашындар Антарктидадан өзге барлық құрлықта кездеседі. Алайда қазіргі таңда олар аңшылықтың әсерінен жойылып кетудің алдында тұр. Зоологтар Швециядағы Лапландияда ұя салатын лашындардың саны күрт азайып бара жатқанын байқаған. Кейбір лашындар шағылысуға қабілетсіз, ал қабілеттілерінің жұмыртқалары көбінесе ұрықтанбаған болып шықты. Өзге жұмыртқалар қабықтарының жұқалығынан инкубациялық кезеңде анасының салмағына шыдамай жарылып отырған. Сынақ нәтижесінде жұмыртқа құрамынан жер бетіндегі миллиондаған өнімдерде қолданылатын жанбайтын химикаттар мен жасанды ластаушылар табылды. Лашындардың бұл популяциясы Еуропаның ең шеткі аудандарының бірін мекендейді. Сонда жасанды химиялық заттар бұл жерге қалайша жеткен? Зоологтар алшақтағы бұл мекенге ластаушылардың мыңдаған километр қашықтықта орналасқан өндіріс фабрикаларынан келгендігін анықтады. Бұл химиялық заттар күшті органикалық ластаушылар деп аталады. Яғни химикаттар ауаға өндіріс арқылы шығарылғаннан бастап, биоаккумуляция процесі арқылы ластауын жалғастыра береді. Биоаккумуляция дегеніміз улы химикаттар секілді заттардың тірі ағза ұлпаларында жинақталуы. Ол көбіне жыныс мүшелерінің әлсіреуіне, нашар көбеюге себеп болады және басқа да ауруларды тудырады. Зиянды қалдықтар қоректік тізбекке ең төменгі буыннан, яғни өсімдіктер сияқты негізгі тұтынушылардан бастап енеді. Алайда олар тізбектің әрбір буыны арқылы жоғары буындағы жыртқыштарға да жете алады. Жәндіктер өсімдіктерді жейді, ал оларды кеміргіштер азық етеді. Ал кеміргіштер өз кезегінде лашынның тырнағына ілігеді. Осылайша, улы заттар қоректік тізбекпен жоғары көтеріле алады. Химикаттардың деңгейі биоаккумуляция арқылы жоғары көтерілгендіктен, олар қоректік тізбекті бұзып, қазіргі кезде мекендейтін орталарынан жойылып бара жатқан лашындар секілді кейбір түрлерге қауіп туғыза алады.